Ырыспала түгіл, ана бұрынғы президент Назарбаевтан да отчет сұрағанбыз біз халық болып. Беріңіздер, каждый адам отчет беру керек. Бәрімізден отчет алып отыр ғой, Тоқаев бастаған жаңа үкімет. Не Ырыспаланың отчетына келгенде тілдерін көрмейтіліп қалды. Ауыздарыңызға тыққан шығар халықтан тонаған ақшасын, бір-екі үйдің ақшасын. Өліп барасыздар ғой бәріңіз Ырыспаланың сөзін сөйлеп. Нече саған бір отчетты үкіметке барып. Әшейінде түрмеге тоқытқан үкімет неге сендер Ырыспалаға тістерің батпайды? Қаншама қазақты жазықсыз түрмеге салып жатсыңдар ғой. Тексеріңіздер, Ырыспала ақшаға отчет беруіңіз керек. Халықтан саған ақша жина деген жоқ. Ана өткені Перизат Қайратты қалай тексерді, солай тексеру керек сен. Ол мүмкін емес. Қалай қайдан таптың сен ана ақшаны? Қалай салдың зәулім сарай үйіңді қалай салдың? Қалай еңбек еттің? Неше теңге қандай жұмыс жасаватсың? Беріңіз отчет. Мен де беремін, маған да келіңдер десе қажет болса отчеттар. 100% мен сіздерге отчет беремін. Беруге міндеттіміз біз. Мына келіншек тіпті отчетың мықты болса сен ешкіммен ұрысудың қажет. Ырыспала тек жағаныздан алды отчет сұрап едік. Сезікті секрет деп. Екі фура Ақтөбеге зат жіберді, сен өзіңнің отчетыңды бере алмай отырып, көзің қиып ол затты қалай жібердің? Біз 5 миллион теңге бердік, бірақ бала шағамыз ауыздан жүріп. Одан артыққа әліміз келген жоқ. Ана Колобокқа тиісті мейді, Колобокқа тиісті мен конкретно оның дұрыс емес екенін айттым. Қайта кімге тиістім айта бер. Халық біледі ғой, мен айтсам ашшыда шындық айтам, надо будет Тоқаев президентке айтам мен. Дұрыс болмаса халық үшін. Мен сен қысап отчетым, бірақ өз орнында кез келген сұрағына жауап берейін. Айт, біреуден артық ақша алып көрген жоқпын мен. Артық ақша берсе, даже желкесінен ұстап шығарып жіберген адаммын. Сен бірінші үлгі алшы, мен сен шешеңдей емеспін, қатармын почти сенімен. Тілің деген сен шешеңдей дейді. Сен ана тілің деген бір жасап тастаған әйел сияқты, мен сен менімен жасты шығар деп ойлайтын. Енекем шығар деп едім, бір енекем. Жап-жас келіншексің ғой, сен көрінгеннің бетін алып, жағасын жұтқанша отчет бер. Ана үш әріп бұны оңдыртпаңдар. Қазақстанның заңы бәрімізге ортақ екенін ескертіп қояйық мына жаңа үкіметке. Тек қана қарапайым халықты қылғындырып түрмеге тоғытқаны жақсыздар ғой, тексеріп. Ана Ырыспала сияқты мына блогерлер тағы да басқа ақша жинайтын. Ақшаны ешқандай жинауға хақы жоқ. Сосын мына үкімет, жаңа үкімет сізге ескерту. Не қылған бітпейтін ақша жинау сіздерде? Вообще ақша жинауға болмайды Қазақстанда. Неге? Қазақстанда әрбір Қазақстанның азаматшасы біз мына бүкіл қазына байлықтың инвесторы болуымыз керек. Біз инвестормыз. Неге біз ақша жинауымыз керек? Кімнің үйі өртене ме? Үкімет ақша төлейді. Үйіміз күнде бәріміздің өртенбейді ғой. Кімнің үйінде жағдай болмай ма? Соларға сіздер көмектесуге міндеттісіздер. Қазақша айтқанда. Оған неге ақша жинау керек? Бұл қатындар не сонда халық өзі налог төлетіп жатыр халыққа. Бүкіл нәрседен өзі жыртық қалтасы тесіп қалған халықты енді келіп осылар ақша жинау керек па сонда? Тіпті бір әкесінің ақшасында бұлар әкеліп деп ақырында халықтың өзіне секірді ғой мына келіншек деген мұғалім. Ырыспала деген келіншек айтарым. Сен мені сыйлама, маған келеміз сені сыйлаға. Мен вообще танымаймын, знать не знаю даже. Бір жаңа чимкентский вариант қой сенде бәрі. Керек емес, мені сыйлаудың да қажет жоқ, мені сыйламай-ақ қой, тіпті атаңды әлме қарай кет. Сен одан халыққа отчет бер. Осыдан осы Ырыспаланың отчетін алмайтын болса, үкімет басқаша сөйлесеміз халық болып сендермен. Значит, бәріңіз сондай адамдармен уже сіздерде связь бар деген сөз. Значит, түрмеде отырған адамның бәрі онда адал адамдар. Міне отырған, мына келіншекке келген тістерің батпайды. Ана өткенде біз қайталап айттық қой сіздерге. Ана Шымкенттің, ана Наргенже шығып байқамай айтып қалды. Қорқып сол аузы жауып, ол театрда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Осылардың бәрі Шымкенттің адамдар ғой, былай қарасаң. Не үкіметті осылай бардақ қыласыңдар ма сендер? Болар, жетер. Біз батыстың адамдар тіке сөйлейміз, бізге шындық қана керек. Мына үкімет енді осыдан кейін біз уже Қазақстанды жойып аламыз. Егер жаңа үкімет дұрыстап жұмыс істемейтін болса да. Неге дұрыс жұмыс істемейсің? Неге бұл кісіге тістерің батпай отыр? Ырыспаланың бүкіл адамымызға тиісіп, бәрімізді бетімізден алып айқай шығаруына қарағанда, балағаттап айтпай жатқан сөз жоқ қой мына кісінің. Соған қарағанда уже сенімді адамы болып тұр ғой жоғары жақта. Значит, қайырымдылықтың, бүкіл қайырымдылық қорды тексеруге үстінде крышалар отыр. Бүкіл сонда халықтан ақша жинап, сол өздерін бір-бірін ауыз бастырғы болып тұр ғой. Көрдіңіз бе? Поэтому сіздердің оларға тістеріңіз батпай тұрған. Егер шынымен тістеріңіз бататын болса, ол ана өткенде Перизат бірдеңе деген әйелді қызды ұстаған шешесі екеуін қосып қойып. Оны ұстаған себебі бұрынғы Назарбаевтың адамдары көрді ме кришасы. Мынаның кришасы осы мына Тоқаевтың адамдары, значит. Поэтому мына қатын деген бетпақ болып біз бәрімізді қырып атқан сол ғой. Біз басқа оны знать етеміз, бізге не керегі бар? Олай вообще бір бестеген қарабақырға қажет жоқ. Маған мысалы сол халық үшін халықтың жеп қойған ақшасын орнына қою керек ол. Ана қарапайым халықтан алды ғой сен оны, жаңа үкімет берген жоқ қой саған. Мен туған қызым ғой Перизат, мықты нашар қыз ғой.
туған қызым болса да айтайын бетіне. Шешесін менен қорқып, ырыс бала тиіспеймін дейді. Ей, ырыс бала кім? Мен кіммін? Ырыс бала менің жүрген жолыммен жүріп көрсін бірінші. Мен әрбір адамға бақыт сыйлаған, ырыс бала менімен көп ойнамасын. Мен атақты сынықшымын Қазақстанға. Бірақ ешкімді мен ақшаға ешқашан алдап көрген жоқпын. 10 мың теңгені отчетін жазып салып қойдым ғой мен. Адал болғаннан. 10 мың теңге маған үйде беріп көрдің. 1 миллиард ақша беріп көрген кезінде небір пысақайлар. Бәрден бас тартқан Бағдагүл ханыммын ғой. Перизаттен менің арымды арлап қалыпты. Мама неге тиісті ба деп. Перизатқа авторитетті шеше керек. Значит, менің авторитетім ырыс бала түсіреді деп қорқып тұрсың ба? Құдай ғана менің түсіреді абыройымды. Мен Құдай абыройымды ешқашан түсірмесін. Біреудің ала жібін аттамайын, біреуге қиянат жасамайын, біреудің халықтың аманатына қиянат жасамайын. Мен рұқсаты мен алсам, батадан мен ақша сұрап ма, құдайшылығын халық айтады ғой. Мен кімнен ақша сұрап тұр, көрдің бе? Өлетін балам молаға жүгірді. Сен менің алтымда қанша халық тұрған білесің ба? 19 облыстың халқы мен взятка беріп қаратқан жоқпын ғой. Сен құса блогер болып, мәйішті ойнатып, миллион ақшаға өліп, каждый адамның көз жасын сүртіп. Ол менің нем тексереді, мен тексеретін дымыда жоқ. Мен оны күнде де айтып жатырмын. Тексермей ата күнде отчет беріп қойдық. Мен заңмен жүретін адам, саспа маған. Поэтому мен сенден заң талап етемін. Сен заңға жауап бермейсің, сен менің жеке өміріме тиісіп қара. Бата бердің, үйттің. Ол менің жеке личный өмірім ба? Мен ешкімді заставлять етіп айтып көрмеймін, сосын мен ақша сұрамаймын, қорықпай ақ қой сен құсап. Мен сен құсап кірпігімді ақша болмаса қимылдатпайтын адам емеспін, Құдайға шүкір. Ана қаншама менен жақсы болған адам соны қорғамайды деп ойлайсың ба мені? Адам жаман болса оны емшінің адамы болмайды ғой. Мен адамым жоқ болып отырмын екен. Маған кірудің өзі мұң емес па? Мен Тоқаевтан баса очередке тұрғызатын. Ырыс балада не шаруаң бар деген халыққа сұрақ қояйын. Мен кімде шаруам болған жоқ. Мана ол ырыс бала оны өзі де айтты. Сіз Айнұр Асқарқызына тиістіңіз. Айнұр Асқарқызы сынықшы, мен сияқты емші болды. Бірақ ол халықты бір дастарханда шай ішу үшін 1 миллион теңге сұраған үшін сөйлестірді. Колобокқа шалабоқ деп айтқан не үшін екен айтайын, оның баласын қызғанбаймын. Қазақстанда кім қиналып балалы бола алмай жатыр. Бірақ ол бүкіл Қазақстанның алдына шығып, өзінің ұрығын әңгіме қылған үшін сөйлестірді. Үшінші тағы кімге айтуым, әкімдерге неге айтасың? Қызылорданың әкімі күшті болса халық айтсын. Әкім жұмыс жасамаса, мен айттым, мүмкін Қызылорданың әкімін айтсам, бір нәрсесі дұрыс болмаған шығар, айтқан, сол үшін айтам. Мен халықтың 19 облыста қарапайым халықпен жұмыс істеймін. Қарапайым халықтың тұрмыс әл-ауқатын көріп тұру, үндемеу маған дұрыс емес деп ойлаймын.